Сәлем достар, бүгін білім саласында төңкеріс жасап жатқан Rocket AI бойынша жалпы сіздерге айтатын боламыз. Егер сіз ұстаз, оқушы немесе техникаға қызығушылығыңыз танытсаңыз, онда бұл видео дәл сіз үшін. Любой браузерді аша бересіздер, Google Chrome немесе Microsoft Edge болсын. Rocket AI деп жазамыз. Одан кейін барып тіркелу жұмыстары болады, яғни сіздер мына жерде тіркелесіздер. Тіркелгеннен кейін барып сіздерде мына Rocket AI-дің платформасы ашылады. Яғни бұл жерде ең бірінші бізде құралдар, AI көмекшісі және интерактивті ресурстар болып үшке бөлінеді. И ресурстар болып. Яғни ең бірінші біз құралдардан бастаймыз. Яғни құралдар өздері көргендеріңіз алдарыңызда мына сабақ құралдары, тәрбие құралдары және әкімшілік құралдары болып үш бөлімнен тұрады. Одан арғара енді бірінші сабақ құралдарының өзі мына бізде 6 бөлімнен тұрады. Яғни ойын генераторы, қымыжы генераторы, слайд генераторы, тест генераторы, жұмыс парағы және жиынтық бағалау болып осы 6 бөлімнен тұрады. Келесі тәрбие құралдарын ашамыз. Тәрбие құралдарын ата-аналармен қатынас жасауға арналған көмекші, яғни сынып сағатының қымыжы, іс-шара жоспары, кәсіптік бағдарлау және оқушының сипаты. Яғни бұл жерде мына 5 бөлім көрсетілген. Келесі әкімшілік құралдар. Әкімшілік құралдар, яғни бұл жерде мұғалімдердің жаңағы білім сапасын бағалау бойынша сіздерге бұл жерде ең жақсы бөлім болып табылады. Яғни бұл жерде мұғалім жалақысының калькуляторы көрсетілген, фаворит. Екінші басшыларға арналған Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша тест. Келесі оқыту әдістемесі, пәндік тесттер, мұғалімдердің білім бағалау. Бұл жерде жаңағы мұғалімдер ОЗП тапсырады аттестацияға. Соған нақты осы мұғалімдердің білім бағалау платформасы тиімді. Келесі сөз дайындау көмекшісі, яғни әдістемелік нұсқау хатымен көмектейді. Яғни енді бірінші сабақ құралдарына келетін болсақ, яғни бұл жерде мына ойын генераторын көрсетейік сіздерге қазір. Ойын генераторын ашамыз. Яғни мына жерде сіздерде келесі пән, любой пәнді, мысалы қандай мына жерде мына география болсын, геометрия болсын, ағылшын болсын, физика болсын, геометрия, абайтану, информатика барлығы көрсетілген. Енді біз мына жерде бір тарих пәнін алайық. Тарих пәнінің келесі мына тақырыпты жазасыздар, тақырыпты нақты. Келесі мақсатын қоясыздар, мақсатын, келесі сыныбын қоясыздар, ойынның түрі. Яғни ойынның түрлері мына жерде мына анаграмма, сәйкестендіру, сөз жұмбақ, жарыс, сөз жылан, әуе шары немесе сөз тапқыш. Енді өздеріңіздің білесіздер, қайсын таңдаңыздар. Енді біз мына жерде анаграмма бойынша таңдап отырмыз. Келесі сұрақ саны. Яғни қанша сіздерге сұрақ керек? 10 сұрақ қойсаңыздар 10 жасап береді, 5 десеңіздер 5 жасап береді. Келесі енді жіберу батырмасын басамыз. Келесі жібергеннен кейін барып мына жерде міне көмекші құрал жауап берілуде бірнеше минут күтіңіз дейді. Бірнеше минут күтеміз. Келесі міне генерацияланған ойын өңделуде дейді. И мына жерде міне сіздерге оң жақ бөлімде Rocket міне жүктелуде деген күтесіздер, әріптестер. Күтеміз. Енді ашу батырмасын басамыз. Енді мына жерде міне үлкен шеттегі экранда басамыз. Енді қараңыздар. Орта ғасырларда Қазақстан аумағында өмір сүрген түркі тайпаларының бірі дейді. И мына жерде біз қоямыз. Кім? Оғыз. Оғыз деп қоямыз. Әрінен астында жіберуді басамыз. Яғни бізде ол дұрыс болып саналады. Екіншісі, белгілі бір аумақта билік жүргізілген халықтың ұйымдасқан бірлігі дейді. Яғни бұл жерде кім? Мемлекет. Бұл яғни оқушыларға ең тиімді жақсы платформа. Өздеріңіз сабақ барысында пайдалансаңыздар тіпті жақсы болады. Келесі, адамзаттың өткен өмірі мен оқиғаларын зерттейтін ғылым. Яғни ол бізде тарих. Жіберу, дұрыс. Келесі, бір нәрсенің ортасында орналасқан аралық деген мағынада. Ол бізде не болады? Отар болады, Отар. Яғни жібереміз, яғни ол бізде қате. Ана қиыпста. Келесі, 100 жылдық уақыт мерзімі дейді. 100 жылдық уақыт мерзімі бұл жерде бізде, яғни ғасыр болып. Ғасыр.
Яғни ол бізде дұрыс жауап. Жауаптар деп басамыз. Яғни бізде жауаптарды көрсетеді. Дұрыс жауабы Оғыз. Екінші міне дұрыс жауабы мемлекет. Үшінші жауабымыз тарих болады. Төртінші жауабымыз орта болады екен. Бесінші жауабымыз ғасыр болады екен. Міне осылай ойынымыз. Қайтадан қосуды басамыз. Міне или болмаса осылай да қоссақ болады, достар. Мына жерде міне астында барлығы көрініп тұр. Яғни ол оқушыларға көрінбеу үшін мынаны бассаңыздар, мынау енді тоже тиімді. Өздеріңіз білесіздер, қай вариантты қосқарларыңыз келсе. Келесі бізде енді ойын генераторын ашты. Енді бізде келесі тест генераторы. Яғни тест генераторын ашамыз. Яғни бұл жерде тоже пән, тарих пәнін таңдаймыз. Тақырып Қазақстан орта ғасырлар тарихында Оғыз мемлекетінің алатын орны қандай? Яғни мақсаттарын қоямыз. Мақсаттары 6-9 ғасырларда мемлекеттердің даму ерекшеліктерін түсіндіріп, олардың ұқсастықтары мен айырмашылығын анықтау. Яғни келесі сұрақ түрлері. Көп таңдаулы сұрақ, бір ғана дұрыс жауап. Яғни бұл жерде тоже сұрақ түрлерін таңдайсыздар. Сөйлемді толықтыру, ақиқат немесе жалған, қысқа жауап, көп таңдаулы сұрақ немесе бірнеше сұрақ жауап. Яғни біз ол жерде көп таңдаулы сұрақты таңдадық, келесі сыныпты таңдадық, 6-шы сынып, және 5 сұрақты таңдадық. Яғни келесі жіберу батырмасын басамыз. Келесі бізде көмекші құралы қазір сіздерге жұмыс жасап жатыр. Бұл жерде міне жасап берілуде бірнеше минут күтеміз. Достар, келесі міне генерацияланған тапсырма өңделуде дейді. Міне бізде тесттің сұрақтары шықты мына жерде. Көрдіңіздер ме? Міне Қазақстанның орта ғасырлар тарихында Оғыз мемлекетінің алатын орны. Сұрақ бірінші, Оғыз мемлекеті қай ғасырда құрылды дейді. Келесі міне Оғыз мемлекетінің елшілігі неде? Яғни бұл жерде жаңа сұрақтар, міне ответтері, жауаптары үстіндегі жасылмен көрсетіліп тұр әріптестер. Яғни бұл жерде жаңағы бізде сілтеме жасау, немесе студентке тағайындау, немесе сыныпқа тағайындау. Яғни біз мына жерде сілтеме жасауды басамыз, және сілтемені көшіреміз. Яғни ол біз жерде QR код ашылады. Осы QR код арқылы оқушыларымыз кіреді де, QR код арқылы ары қарай уже жаңа оқушылар тапсырмаларын орындайды. Ол жаңа мына жерде міне тапсырғандар саны деген жерде мына студенттердің саны шығып отырады да, осы жерде міне ответтері сразу, достар. Келесі енді мына жерде бізде қымыжы генераторы дегені бар. Яғни бұл жерде тоже әріптестер өздеріңіз пәнді таңдайсыздар. Яғни бұл жерде тарих пәнін таңдаймыз. Келесі тақырыпты таңдаймыз. Қазақстанның орта ғасырында тарихта Оғыз мемлекетінің алатын орны қандай? Яғни мақсатын қоямыз және сыныбын қоямыз. Яғни келесі жіберу батырмасын басамыз. Көмекші құралы бізге қазір дайын қымыжыны дайындап береді. Міне қараңыздар, енді әріптестер мына жерде міне сіздерге дайын қымыжыны дайындап беріп отыр. Бұл жерде міне сабақтың тақырыбы Қазақстанның орта ғасырлар тарихында Оғыз мемлекетінің алатын орны қандай? Яғни міне сабақтың барысы, қызығушылық, тақырыпты кіріспе 5 минут, негізгі кезең, келесі міне сабақты қалай қызықтыру ойын кезеңі, яғни тапсырма, яғни қорытынды және рефлексия. Келесі мына жерде міне ресурстары көрсетілген. Сурет, мысалы қараңыздар, педагогиканың іс-әрекеті, оқушының іс-әрекеті, бағалау және ресурстар. Яғни қызығушылықты ояту 5 минут уақыт беріледі бұл жерде. Яғни ол жерде не істейді мұғалім? Топтық жұмыс ұйымдастырушы оқушыларға тарихи кезең мемлекеттерге қатысты суреттер таратады. Келесі оқушының іс-әрекеті, оқушылар суреттерді қарап, ұқсас суреттері бар оқушылармен топ құрады. Келесі мысалы бағалау, оқушылардың тарихи кезеңдерін байқау және топпен жұмыс жасау. Келесі ресурстар, суреттер, тақта, маркерлер болып табылады. Келесі мына жерде міне жоғары жағымыздағы сақтау батырмасын басамыз. Келесі міне оны сіздерге тоже бұл жерде өздеріңізге міне өңдейсіздер немесе экспорттап алсаңыздар болады. Енді достар, бүгінгі Rocket AI платформасын қорытындылай келетін болсақ, яғни бұл жерде бізде жаңа Rocket AI-дың платформасының тиімді жақтары, бұл жерде жаңағы ұстаздарымыздың уақытын тиімді пайдалануға арналған платформа. Яғни бұл жерде жаңа біздің оқушыларымыздың қызығушылығын арттыруда және осы Rocket AI платформасын пайдалануға ұсыныс беремін.